Сәлем менің құрметті оқырмандарым. Келіп жеткен Рамазан айларыңыз құтты болсын. Рамазаннан Рамазанға аман сау жетуді Аллам нәсіп ете берсін. Ауыз ашар кезінде сіздерге кереметтей салаттың рецебін ұсынбақшымын. Жасап жеп көріңіздер. Бұл тойымды әрі пайдалы салатты керемет салаты деп атадым. Бұған қажетті заттарды описаниеде қалдырамын. Ең алдымен қиярды оюлы пышақпенен турап алдым да, оған енді қызанақты турап қостым. Қызанақты да қиярды да орташа көлемде етіп кесіп салдым. Ендігі кезекте мен бұған суда пісірілген тауықтың төс етінен қостым. Тауықтың етін орташа көлемде етіп кесіп табақшама салдым. Тауықтың етін суда пісіріп жатқан кезде аздап тұз қосып дәмін кіргізіп алдым. Тауықтың етін пісіріп жатқанда мен табаға азырақ сұйық майдан қосып, бір баклажанды майдалап турап қуырып алдым. Баклажанды майға қуырып жатқан кезде оған азырақ тұз сеуіп, езілмеу үшін тұз себу керек. Енді 4 суда піскен жұмыртқаны ұзыншалап турап, оны да салатқа қостым. Жұмыртқаны турағанда тым майда болмау керек. Ал енді айсберг капустаны пышақпен емес, қолмен турау керек. Өйткені айсберг капустасы өте нәзік, және де дәмін кетірмеу үшін оны қолмен турап қосу керек. Айсберг капустасының кішірек бір бөлігін қостым. Енді салатымызға жарты шай қасық тұз қостым, және де майонездің 3 желаниеден 50 грамдайын қостым. Енді бұны жақсылап араластырып, легеншелерімізге, тарелкаларға салып, жей беруге болады. Ас болсын баршаңызға, тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Видеоны соңына шейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Менің видеом ұнаса, лайк басып тіркеліп алыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.